Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын 3 түрлі коктейль жасаймыз. Бізге керегі ең алдымен өзіңізге ұнайтын мороженеңізді алып, блендерімізге салып аламыз. Оның үстінен сүтімізді құямыз. 2 ас қасық құмшекерімізді салып, жарты чайный ложка ванилинімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің ең бірінші коктейліміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді бізде келесі персиктен жасалынатын коктейль. 2 персигімізді ашып аламыз. Оны блендерге саламыз. Үстінен жарты литр сүтімізді құямыз. Жарты чайный ложка ванилинімізді салып, 3 қасық құмшекерімізді салып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің екінші коктейліміз дайын. Енді үшіншісіне сливамызды алып, қабығын ашып аламыз. Барлығын блендерге салып аламыз. Оның үстінен 3 ас қасық құмшекерімізді салып, жарты чайный ложка ванилинімізді салып, жарты литр сүтті құйып, блендермен айналдырып аламыз. Біздің үшінші коктейліміз дайын. Осымен біздің 3 түрлі өте дәмді үй жағдайында коктейльдеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.